Жұлдызнама кітабы қандай кітап? Жұлдызнама десе, біздің көз алдымызға бірден діни салт-дәстүр, наным-сенім келе ме? Оның бүгінгі мұсылман емшілігімен немесе қазақ медицинасымен қандай қатысы болуы мүмкін? Жұлдызнама кітабында қандай емшілік амалдары сөз болады? Бұл сауалдардың жауабын білгіңіз келсе, Мақсат медициналық орталығының директоры, философия ғылымдарының PG докторы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорында сақталған құнды мәліметтер мен деректерге бірге үңіліп көрейік. Бізге жеткен жұлдызнама кітабының авторы Бекасыл Әулие Биболатұлы 1822 жылдан 1915 жылдар аралығында өмір сүрген көрнекті діни қайраткер әрі емші болған кісі. Жұлдызнама кітабы ежелгі мұсылман емшілігінен қалған жәдігер саналады. Ертеде Қазан баспасында татар тілінде де осы аттас еңбектердің жарық көргені айтылады. Бекасыл Әулие Биболатұлы жазып қалдырған жұлдызнама кітабында мұсылман емшілігі мен қазақ емшілігіне қатысты көптеген деректер қамтылған. Жұлдызнама кітабында ежелгі ислам дәуіріне тән және байырғы емшілік амалдарымыздан жалғасқан көптеген емдік рецепттер бар. Мысал ретінде аталған кітаптан кейбір рецепттерді көрсете кетуді жөн көрдік. Егер бір адамның көзі ауырар болса, ешкінің өтін кептіріп ұнтақтап көзіне жақса, оның көзі жазылар. Егер бір адамды байқаусызда жылан шаян шақса, лақ терісіне ыстық кезінде ораса, жайылмай тез тарқар. Егер кісінің көзі қарауытып ауырса, оған сауысқан өтін тартса, көзі ашылғай. Егер кісінің жүзіне секпіл түссе, оған сауысқан қанын жақса, ол кетер. Егер кісінің қуығы тұтылса, қораздың басымен екі аяғын қайнатып ішсе, ол сақаяр. Егер біреуді жылан шақса, оның сол шаққан орнына малдың көк бауырын тартса, ол айығып кетер. Адам баласының көзі ауырса, кептердің өтін жақса, шипасы болғай. Егер кімде-кім киіктің тұяғын күйдіріп, ауырған жеріне күлін салса, ол айығып кетер. Бір адамды жылан шаян шақса, немесе оқтық жарық шағы денесінде қалса, ол адамға жарқанаттың жүрегін берсе, ол құлан тазайғар. Бір мысқал қара тұзды екі аяқ суға қайнатып бір аяғы қалғанда ішсе, желден пайда болған дертке шипа болар. Аурудың ішінен қан кетіп және іші қатса, алайла мен қой өтін қосып 3 кесе суға қайнатып ішсе, қаны тоқтап, іші жүрер. Егер адамның дерті желден болса, усарымсақты жеуді әдетке айналдыру керек. Бауыры ауырған адам бадам майын жеп тұрса, дертінен айығар. Егер біреудің асқазаны ауырғанда жылқы майына тұз қосып жесе, ауруынан сақаяр. Бекасыл Әулие Биболатұлы жазып қалдырған жұлдызнама кітабында сырқат адамдарға диагноз қою, ауру түрін анықтау хақында да көптеген әдіс-тәсілдер мен сырқат белгілерін анықтау амалдары бар. Жұлдызнама кітабында мынадай жолдар бар. Егер адамның қақырығы көбейсе, аузы сор татиды. Аузынан су көп ағар. Бұл адам бойындағы ыстығының асқанының белгісі болса керек. Егер адам саруайымға салынса, аузы сор татиды. Көңілі жарым болады. Ойына келгенін сандырақтайды. Әртүрлі ыңғайсыз түс көреді. Бұл дерт уайымнан пайда болмақ. Егер адамның асқазаны ауырса, аузынан ұдайы су ағар. Оның емі бір кесе қойдың сүтіне жуаны салып бір күн, бір түн тұндыру. Одан кейін кептіріп қазанға бөктіріп таңертең жесе, айығар. Егер адамның тамыры орын таппай ретсіз қимылдап, солғындап соқса, ол әртүрлі аурудың белгісі. Яғни ол жел тиген немесе арам қанның көбеюінен болған ауру. Тамыры бұзылып, қан ұюдың кесірінен адамның басы айналып, іші ауырады, бір суып, бір қызып тұрады. Егер адамның тамыры ырғалып, тебіреніп соқса, ол адамның ішінде ұшынған тағам болар. Ол үшін 2 мысқал сана, 2 мысқал талшын, 2 мысқал науат және 2 мысқал мейізді майға араластырып жесе, шипа болмақ. Бекасыл Әулие Биболатұлы жазып қалдырған жұлдызнама кітабында сырқат адамның ауру түрін анықтау хақындағы әдіс-тәсілдер мен сырқат белгілерін анықтау амалдары тіпті де көп. Жұлдызнама кітабы тағы да былай дейді. Ылғалды, дымқыл ауадан пайда болған аурудың белгілері алғашында сорпа сияқты майлы, дәмді тағамдарды қалайды. Одан соң аузына қара су келеді. Жүрегі сыздап, асқазаны қыжылдайды. Жөтеліп, ақ көбік аралас қақырық келеді. Жүрегі қысып, іші ауырады. Балтыры сыздап, белі, тізесі ауырады. Аузынан жағымсыз иіс шығып, тісінің еті седі. Шаш, сақала қарады. Жөтел қысып, көбінде ұйықтайды. Сідігі ағарып, үлкен дәреті қоюланады. Көзінен жас ағып, зәр тоқтамас болар. Қанның бұзылуынан пайда болған аурудың белгілері: денесі қызып, басы ауырады, көзі қарауытып, құлағы бітіп шыңылдайды. Асты шаншып, қуығы сыздайды.
Күрік-күрік жөтеліп, өкпесі аузына тығылады. Тісі қақсап, тісінің түбі сет. Жүрегі ойнап, зәрі және үлкен дәретінің түсі қызарады. Қышқыл нәрселерді жеуге көңілі шабады. Егер үлкен дәретінің түсі ақ болса, ол адамның әлсіздеуінен, суды көп ішуінен болады. Егер зәрінің түсі қызарып қоюланса, ол аптап ыстықтың өткенінен, ыстықты асыратын тағамдарды жеп, шарапты көп ішкендіктен пайда болған дерт. Егер кіші дәреттің түсі біркелкі тұнық болса, ол адамның денсаулығын дұрыс болғаны. Күзде пайда болатын аурулар көбінесе суықтан болады. Бұл ауруға боз бұғаны талқандап, оны қант пен тамыр дәріге қосып, күніне 2 мысқалдан ішсе, ем болады. Егер кісінің аузы құрғап, қақырық түссе, ол ыстықтан болған дерт. Бұл ауруға сары серкенің өті мен балық өтін, бадиян ұрығы мен науатты талқандап қосып, оны көк шаймен ішкізсе, ем болар. Жылқының тілін жесе, зақым жеткізетін әр түрлі дерттен аман болар. Әйел адам қымыз ішіп тұрса, өзін қыз күйінде сезінер. Кімде-кім түйенің миын балға қосып жесе, түмен түрлі дерттен аман болмақ. Кімде-кімнің қуығы тұтылса, жылқының жас тезегін кіндігіне басса, қуығы ашылар. Кімде-кім сиыр өтін суға езіп, саңырау құлағына тамызса, құлағы ашылғай. Егер кісінің мұрнынан қан тыйылмаса, түйенің жүнін өртеп, күлін мұрнына қамыс түтігімен үрлеп жіберсе, қаны тыйылар. Арық адам үйректің қанын кептіріп жесе, семіреді. Егер кісінің аяғы ауырса, ауырған аяғын түйенің қанына малса, жазылар. Егер кісінің бір жеріне сүйел шықса, түйенің өтін ұнмен қосып жақса, жазылар. Кімде-кім ешкінің өтін қасына сүртсе, қасы қарайыр. Қоянның миын сегек балаға жегізсе, дертінен құтылғай. Егер кісінің дәреті тоқтамайтын болса, шегіртке жесе, тоқтар. Егер кісінің құлағы ауырса, ешкінің өтін құйса, жазылар. Егер кісінің көзі көрмесе, тауық өтін тартса, жақсы болғай. Жұлдызнама кітабында емшілікке тән бұдан басқа да көптеген рецепттер бар. Біз кітап тарихы мен оның мазмұны және ондағы емдік амалдарды көрсету мақсатында Мақсат Әбдіқадырұлының жеке қорынан деректер келтірдік. Мұсылман емшілігі деген атауға келгенде, халық арасында кеңестік идеядан қалған. Ол сонда бақсы балгер, дұға, аят хадис арқылы ғана емдеу ме дейтін сына жақтылы көзқарас бар. Біз атап өткен мысалдарда мұсылман әлеміндегі халықтық медицинаның әдіс тәсілдері мен емдеу амалдары көрсетілген. Демек, біз көрсеткен негіздердің тарихилығы мен ғылыми негізін ешкім жоққа шығара алмайды. Тіпті бүгінгі медицинамен үндес тауып жататын тұстары да көп. Шын мәнінде ислам шариғаты адамзатты денсаулықты күтуге, тазалықты сақтауға, ауырған жағдайда емделуге шақырады. Әр адам тәні Алла тарапынан құлдарына берілген аманат саналады. Бір дала арабы пайғамбарымызға келіп: «Уа Алланың елшісі, науқастансақ емделейік бе?» деп сұрағанда пайғамбарымыз: «Әрине, Алланың құлдары, ауырсаңдар емделіңдер. Кәріліктен басқа барлық ауруға ем бар» деген екен. Шариғат дәрі-дәрмекпен емделуді ешқашан терістемейді. Осы жолдарды тыңдап отырған құрметті тыңдармандар, ешқашан ауырмаңыздар. Үйлеріңізде, ауыл аймақтарыңызда ауру сырқау болмасын. Егер сәл ғана сырқаттана қалсаңыз, алдын ала дәрігерге қаралуды, емделуді ешқашан ұмытпаңыздар. Осындай келелі кеңестерді көптеп білгіңіз келсе, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған құнды мәліметтер. Ел аман, жұрт тыныш болсын, ардақты ағайын.